Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Қалайсыздар? Әмиян дұғасын қабыл алыңыздар. Күнделікті өмірде қандай әмиян ұстап жүрсіздер? Ең алдымен әмиянға ақша көп келгенін қаласаңыз, ең біріншіден әмиянға көп мән беріңіздер. Әмиянды ұстайтын кезде, алатын кезде оның түсіне ең басты назар аударыңыз. Ол сіздің туған күн ай-жылыңыз бойынша сәйкес келуі керек. Сол кезде сізге ақша ағылып, және де ақшаңыз әмиянда тұрақты болатын болады. Ендеше әмиян ішінде қандай заттар ұстау керек? Біз білеміз, ақшаның үйі әмиян, кошелек. Сол сияқты әмиянның ішінде бос квитанция, бос керек емес қағаздар, квитанция, светтің жаңа ай туған кезде, яғни жаңа айдың басында емес, бір-екісі емес, новолуние, сол кезде біз әмиянның ішінен барлық ақша, карточкаларды алып тастап, дәретіңізбен, яғни таза кезіңізде мына әмиян дұғасын оқыңыз. Мінекей бұл әмиян дұғасы. Осы видеоны стоп етіп тұрып, осы әмиян дұғасын жазып алыңыздар. Және де бұл әмиян дұғасын кошелекке салып қойсаңыздар, сіздерге үлкен пайдасын тигізеді. Бұл дұғаны тек жаңа айда бір рет қана оқисыз. Одан кейін осы әмиян дұғасын ақ немесе сары қағазға көк сиямен, яғни көк ручкамен әмиянға салып қоюға болады. Мына жерде суретте көрсетілген ақша келетін барлық жерге сол әмиян дұғасын жазып қойсаңыздар, сіздерге ақша шақырып отырады. Өздеріңіздің әмиян түстеріңізді білгілеріңіз келсе, комментарийға туған күн ай-жылдарыңызды жаза кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Пайдалы болса, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.